Ағайын туыс адамға Алла берген дайын байлық. Бірақ сол байлықты сақтау үшін ақыл, сабыр және шет керек. Себебі жақын адаммен арадағы шекара жоғалса, сыйластық та жоғалады. Сондықтан дана қариялар, туысыңа бәрін айта берме, жүрегіңнің түбін көрсетпе деп бекер ескертпеген. Өмір тәжірибесі көрсеткендей, туыстар арасында жасыруға тиіс 3 нәрсе бар. Олар байлығың, қайғың және жоспарың. Біріншісі байлығың. Байлығыңды немесе табысыңды асыра көрсетсең, ағайын арасындағы ниет бұзылады. Бірі қызғанады, бірі салыстырады, енді бірі сенен үміт күтеді. Кейде өзің ойламаған сөз, өзің күтпеген реніш туындайды. Өмірді талай көрген үлкен кісілер байлықты көрсетсең, береке қашады. Берекені сақтасаң, байлық қайтады деп айтып отырады. Байлығың сенің еңбегіңнің нәтижесі, ал туысың сенің бауырың. Екеуін шатастыруға болмайды. Себебі ақылды адам ұрысты емес, ұрыс әкелетін жағдайдан сақтануды жөн көреді. Екіншісі қайғың. Кейде адам ішіндегі мұңды туысқа айтып жеңілдегісі келеді. Бірақ әр туыс жанашыр бола бермейді. Кейбірі сырттай аяп, іштей қуанып қалуы мүмкін. Дана халық жаныңды ашқан адамнан емес, сырыңды ашқан адамнан сақ бол дейді. Қайғыны айта беру жараны тереңдетеді. Өмірде ауыр күндер болады, бірақ әр адам өз қайғысын өзі көтеруді үйренуі керек. Біздің әжелеріміз көз жасынды жұртқа емес, жаратқанға көрсет деп айтатын. Қайғыны жария ету, өзіңді әлсіз етіп көрсету. Ал сабырлы адам ғана сынақтан сүрінбей өтеді. Сабыр иманның жартысы. Үшіншісі жоспарың. Бабаларымыз, жоспарыңды айтпа, ісіңді бітір де нәтижесін көрсет деген. Өйткені ойың мен мақсатыңды ерте айтсаң, біреуі қызғанады, біреуі күмән келтіреді, енді бірі кедергі жасайды. Арманына жеткен адамдар көбіне үнсіз жүріп жетеді. Олар көп сөйлегеннен гөрі көп іс тындырған. Ісіңнің оң болуын қаласаң, оны жасырын атқар. Бұл ғасырлар бойы дәлелденген өмірлік қағида. Туыстық шынайы сыйластық пен шектеуден тұратын нәзік байланыс. Бәрін айтып, бәрін көрсетіп, бәрін бөлсе беру татулық емес, керісінше араға салқындық түсіреді. Бір дана қарияның сөзімен айтқанда, ағайынмен арада түк болмасын, бірақ шекара болсын. Өмір тәжірибесінен өткен үлкендер ағайынмен жиі аралас, бірақ ішінді түйел ашпа. Көмектес, бірақ есеп сұрама дейді. Осы қағидаларды ұстанған адам туыспен араз болмайды, берекесін жоғалтпайды. Қазақтың бір даналығы бар. Туысыңмен татулығың байлығыңнан артық. Сондықтан туысты жақсы көру бәрін ашу емес, арада сыйластықтың шегін сақтау. Өмірдің өзі дәлелдеген. Жасырғаның сені қорғайды, айтқаның сені әлсіретеді. Байлығыңды көрсетпе, берекең қашады. Туыстың көзі түскен жерден ұрыс келеді. Әшекейінде емес, адалдығыңды көрсет. Мал дүние азайса да, абыройың кемімесін. Байлығыңмен емес, жүрегіңмен сыйлас. Туыстың алдында мақтанба, үндемей жүрсең де биіксің. Рахмет күтпе, жақсылық жүректің ісі. Бергеніңді жарияласаң, берекесі кетеді. Қолың ашық болсын, бірақ қалтаңды көрсетпе. Байлығыңды санағанша сауап жинауға асық. Қайғыңды көпке айтпа, жұрт аяп емес, сынап қарайды. Ауыр сөз бен ауыр сырды бөлісу бәріне бірдей жараспайды. Әр туыс сенің жанашырың емес, кейде сынағың. Көз жасынды жұртқа емес, Аллаға көрсет. Сабыр сақтасаң, қайғың шипаға айналады. Қайғыны айта берген сайын ауырлай береді, ал іште сақтасаң жеңілдейді. Сыр айтқанда адамды емес, Алланы таңда. Түсінбейтінге мұң шағып, өзіңді әшкерелеме. Кейде үнсіздік ең үлкен батырлық. Өмірдің ауырлығын шағыммен емес, сабырмен көтер. Жоспарыңды ерте айтпа. Сөзінен емес, ісінен таныл.
арманыңды бөліспе, оны қолдай алмайтын адам көп. Бүгінгі ойыңды ертеңгі ісіңмен дәлелде. Кімге не айтатыныңды емес, не айтпайтыныңды үйрен. Үнсіз жүріп үн шығаратын 3 нәрсе бар: ақыл, сабыр және нәтиже. Адам сөзіне емес, жетістігіне сенеді. Алдымен ісіңді тыңдатып, содан кейін арманыңды айт. Сөздің қадірі салмақтылығында, арманыңның күші оның құпиялығында. Үнсіз еңбек ет, уақыты келгенде бәрі көрінеді. Туысыңмен аралас, бірақ жүрегіңнің кілтін берме. Тым ашық адам тез сыр береді, тым үнсіз адам ұзаққа шыдайды. Байлық емес, байсалдылықты сақтаған адам құрметке ие болады. Жақыныңа бәрін айту, өзіңді қорғансыз ету. Қайғыңды жария ету, жараңды тереңдету. Тыныштықта істелген іс берекелі. Сырды сақтай білген адам өз тағдырын сақтайды. Туыстың мейірі бар, бірақ мүддесі де бар. Екеуін шатастырма. Ағайынмен араның тәтті болуы арадағы шекараның беріктігіне байланысты. Өзіңді түсінбеген адамға шындығыңды айтпа. Әр айтылған сөз өз еркінен шығып кетеді. Туыстың алдында сабыр ең үлкен сый. Ішінде жарық болса, сыртқа шағымның қажеті жоқ. Ағайының ақылы өз пайдасына бұрылуы мүмкін. Сен парасат ізде. Туыстың сыры емес, сенің сабырың бағалы. Көңілдің есігін жиі ашқан тыныштығын жоғалтады. Артық ақтарылған жүрек те жараланады. Құпияны сақтай алмаған адам берекені де ұстай алмайды. Шекара қоя білген адам сыйластықты сақтайды. Ағайын мен татулық үндемей де түсіне білуде. Туысыңды жақсы көр, бірақ жүрегіңнің ішкі сырын түгел ашпа. Ағайыныңа жақсылық жаса, бірақ мақтаныш емес. Байлығыңды көрсетпе, көзің емес, көңілің тоқ болсын. Жоспарыңды ерте айтпа, пісіп жетілсін, жемісі өзінен көрінсін. Көңілдің тазалығы тілдің ұстамдылығынан басталады. Әр сөздің өз уақыты бар, әр шындықтың өз тыңдарманы бар. Туыстың алдында сабырлы бол, ашуыңнан емес, ақылыңнан тану. Сырыңды сақтай алмаған адам сенің өміріңді де сақтай алмайды. Бақыт келгенде үндеме, кеткенде сабыр сақта. Туысыңмен араңның жылы болуы жүрегіңнің суығына жол бермеуге байланысты. Қайғыны көтере білген адам мықты, оны тарата берген адам әлсіз. Бір күндік реніш үшін жылдар бойғы сыйластықты жоғалтпа. Туыстық пен татулық ақыл мен әдептің тепе-теңдігін сақтауда. Қолың жеткен байлықты бөлісуден бұрын жүрегіңдегі жылылықты бөліс. Әр туысқа сенім арт, бірақ шедін біл. Көңіліңе келген сөзді тежей білсең, арадағы нәзік байланыс сақталады. Туысыңды сынама, сынақ бәрімізге ортақ. Артынан өкініш тудыратын сөз ешқашан өшпейді. Құрметті көрермендерім, Алла разылығы үшін бір өтінішім бар еді. Егер видеоларым сізге пайдалы болып жүрсе, арнамаға жазылып қойсаңыздар, мен шын жүректен қуанып қаламын. Тек подписаться батырмасын бассаңыз жеткілікті. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін ең үлкен мотивация. Әрбір жазылушы мен үшін өте қымбат және ерекше. Дендеріңіз сау болсын, ауырмаңыздаршы. Үйлеріңіз берекеге, жүректеріңіз тыныштыққа толы болсын.